Ассалаумағалейкум достар. Бүгін 6-шы сабақ қаржылық сауаттылық жайында. Баршаларымыз өте маңызды кәсіпкердің білуі тиісті 21 әдеттердің бірі. Осы бүгінгі сабаққа өте мұқият болыңыздар. Неге қаржылық сауаттылықты білуіміз керекпіз? Баршамыз қалай ойлайсыздар? Қаржылық сауаттылық дегеніміз ақшамызды, қаржымызды қалай тиімді басқаруымыз керекпіз, қалай үнемдеу керекпіз, қалай инвестиция жасау керекпіз, және де қалай қарызымызбен управлять етуіміз керекпіз. Осы қарапайым жеңіл тілменен айтатын болсам, өзіңіздің қаржыңызды ақылменен жұмсау және де қаржылық қиындықтардан аулақ болу. Жаңадан бастап келе жатқан кәсіпкерлер үшін білуі керек 6 қағида бар. Менің кәсіпкерлік оқиғам 50.000 теңгемен аягөзден басталды. Ол жергілікті нарықта өзіндік бір сұранысқа ие болып жатып, және де сапалы қызмет көрсеткеніміздің арқасында дүкендеріміз тез өсті. Біз Үржар қаласынан, Аягөз қаласынан, және де Семей қаласынан дүкендерімізді аштық. Міне нақты 6 қадам. Дәл сол кәсіпте мен не істедім? Өз тәжірибеммен сіздермен бөлісейін. Ең басында реинвестирование деп атадық. Өз қаржымызды өз кәсібімізге біз сала бердік. Үнемі өзіміздің товар оборотымызды, ассортиментімізді, товарымызды көбейту мақсатында өз товарымызды өзіне салып отырдық. Бірақ бастаған кезде, естеріңізде болса, 50.000 мен бастаған болатын. 50.000 мен сатқан затымның пайдасы 20.000 болған болатын болса, 3-4 товардан кейін уже менде 2 товар пайда болды деген сияқты. Үнемі үздіксіз осы товарға салумен болдым. Екіншісі резервтік қор құру. Резервтік қор міндетті түрде сіздерде болу керек. Өзіңіздің тапқан ақшаңыздың кем дегенде бір 5-10% сізді мынандай бір резервте тұру керек. Риски деген нәрсе бар. Кәсібіңіз басқа жаққа бұрыла бастаса, немесе ассортимент көбейтетін болсаңыз, егер де сол сатып жатқан товарыңыз бір бұзылып қалатын жағдайда деген сияқты өте көп дүние болады ғой. Сол кездерде сізді мына резервтік қорыңыз құтқарады. Резервтік қорыңыз бір күні өсе бастайды. Тағы да бір қосымша бір филиал ашуға өзіңіз реинвестирование өзіңізге салу арқылы қор жинап аласыз. Көп кәсіпкерлер өзінен өзі аяп, жұмыртқадан жүн қырқып, үнемі өзінен аяп жүреді. Өзін соңғы очередке қойып, басқа адамдардың бәріне төлеп, өзің кейінгі очередке қалдырып жүреміз. Бұл негізі дұрыс емес. Мейлінше өзіңізге бір ұнайтын нәрселерді алғаныңыз жақсы. Мысалы, егер де сіз кофе ішуді ұнататын болсаңыз, онда кофені алу керексіз. Сол кезде сіздің кішігірім жетістіктеріңізге қуана білу, кішігірім жетістіктер арқылы өзіңізді қуанту, жәнегі шоколад алып беру деген сияқты. Кішкентайдан бастайсыз. Сол арқылы сіздің өзіңізге деген сеніміңіз арта түседі, одан сен арта түседі. Басында кәсіпті бастап жүрген кезде біз әр нәрсеге көшіп жүреміз. Әр нәрсені көріп, тексеріп, кәсіпкердің өз-өзін іздеп, өзінің бір қабілетіне келетін бір саланы іздеп жүруі бұл қалыпты жағдай. Дәл менің басымда да сондай дүние болған. Кез келген кәсіпкерлердің кәсіпті бастар кезінде фин модель деген документ болады. Сіз компанияңыздың қаржысын өзіңіз білу керексіз. Егер де мынау сіздің компанияңыздың басы бар болса, аяғы да болады. То есть қанша табыс келеді, қанша расход келеді, қандай шығындар болады, налогты төлеген кезде қанша табыс қалады, ол табыстың көлемі қандай. Егер де ол мысал үшін біздің өзімізде қағида бар. 18-19%-дан төмен түсіп кететін болса, біз бұндай салаларға кірмейміз. Неге? Өйткені басқа финансовый институттар бар, жылына мысалы 30%-ға дейін беретін. Сол сияқты сіз өзіңіздің бизнесіңізді толықтай финансовый калькуляциясын түсінуіңіз керексіз. Бұл өте маңызды. Кез келген салаға кіру үшін мен сіздерге өзімнің бір қолданып жүрген нақты тәжірибемен фин моделімді Excel форматта мен сіздерге мына жерге салып қоятын боламын. Егер де сіздер өздеріңіздің кез келген бір кәсіптеріңізді, бизнестеріңізді есептейтін болатын болсаңыздар, онда дәл осы форматқа салып, шаблонға салып, өздеріңізге нақты есептеп алуға болады мүмкіншілік. Мен сіздерге фин модель беретін боламын. Сол фин модельге салып, өздеріңіздің
кәсіптегі фин модельдеріңізді есептеп үйреніңіздер. Және де тағы да айтпағым, бәлкім араларыңызда кәсібі жоқ адамдар да бар шығар. Аналар бар, басқа да адамдар бар. Сіздерге де мына фин модель керек те болуы мүмкін. Мысалы, обычный мынандай А4-ді алып аласыздар, және де санайсыздар. Санаған кезде қиындатпай, ең жеңіл түрі, жәнегі сіздерге айтпағым, ең бірінші қазіргі состояниеңізді білу керексіз. Қазір қандай жағдайда тұрсыз? Қарызсыз ба, қарыз емессіз ба деген сияқты. Сонан кейін табыс қай жақтан келеді сізге? Табыс қай жақтан келеді? Және де шығындарыңыз қанша? Бұл бірінші пункт. Екінші пункт ол үнемдеу. Үнемдеуді үйреніңіздер. Үнемдеуді үйренетін болсаңыздар, біз кейде бір керек емес дүниелерге ақшамызды жұмсап тастаймыз. Кейбір кездерде бізде болады үнемдеу, сақтау деген функция миымызда жоқ. Қалтамызға бір 200-300 мың ақша келген болса, мысалы үшін, аламызда мейлінше нөлге дейін түскенше таратып жібереміз ғой. Сақтау деген нәрсе жоқ. Сол үшін реті келетін болса 10-20%-ыңызды үнемдеп, сол үнемделген ақшаңызды бір арнайы бір фондқа салып отыратын болсаңыз, бұл сіздің өзіңіздің келешегіңізге салып жатқан фундаментіңіз сияқты. Кірпіш қалап, осы ең бірінші кірпішті дұрыс қылып қалыптастырып кететін болсаңыз, өткен кездегі сабақта айтқанымыздай 90 күн бойы әдет қылатын болсаңыз, ол сізге өмір бақи әдет болып қалып кетеді. Және де үшінші, және де төртінші айтпағым сіздерге қарыздан аулақ болыңыз. Міндетті түрде қарыздан аулақ болыңыз. Және де төртіншіміз инвестиция. Инвестицияны қалай тарту керек? Егер де сіз мен ең бірінші инвестицияны өзімнің кәсібіме, өзімнің әйелім жолдасымнан алған болатын 50 мың теңге. Одан кейін келесі инвестицияны шыны керек кәсібімнің жұмысымнан несі жақсы болғаннан кейін мен оны қарызға алдым. Бір адамнан, ол адам маған процентке берді. Одан құтылдым. Одан кейін мен өзіме партнер тарттым, инвестор, серіктес. Ол ағамыз бізге 200 мың теңге ақша берген болады. 200 мың теңгеде мен ол кісіге определен ақшаны беріп тұрдым. Сөйтіп, ол дүниені айландырып, менде бір определенный товарный ассортимент пайда болды. Сол сияқты инвесторлар сіздердің айналаларыңызда бар. Өздерінің айналаңызда ағайындарыңыз, туыстарыңыз, достарыңыз, жарандарыңыз. Даже бір үлкен бір ірі кәсіпкерге де даже баратын болсаңыздар, ірі кәсіпкерлерге менде бір идея бар еді. Осыншама қарызға бересің ба десе, бермейді ол сізге. Оның да бір бөлек әдебі бар. Өзіңіздің туысқаныңыз бәлкім беретін шығар қарызға. Бірақ ана ірі кәсіпкерлер көбінесе сізден фин модель сұрайды. Потому что каждый адамның өзінің бір портфелі болады. Финансовый портфель. Менің өзімнің финансовый портфелім бар, бірақ оны мен басқармаймын. Оны менің финансистім басқарады. Сол үшін де, мысалы үшін, бұл қаржылық дүниені, қаржылық білімді, қаржылық сабақты сіз дұрыстап өміріңізде бір рет басқа әдеттерді қалыптастырмасаңыз да, дәл осы әдетті өміріңізде бір рет мұқият отырып, үйреніп, сол дағдыны қалыптастыратын болсаңыз, бұл сіздердің қазіргі жағдайыңыздан мен сіздерге гарантия берем. X-тіба боласыздар. Қазір 200 мың тауып жүрген болсаңыз, онда 400 мың боласыздар. Міндетті түрде. Ол мен сіздерге берген сөзім және уәдем.